Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қолдағы бар аз ғана азық-түліктен мол етіп тағам дайындау жолын көрсетемін. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Багетімізді осылай турап аламыз. Осылай құрақ сковородкада кептіріп аламын екі жағын. Қиярымызды осылай кесіп аламыз. Сарғайды енді түсіріп аламыз. Мен мынандай ірімшікті қолданамын. Енді осыны нанымызға жағып шығамыз. Бетіне қиярымызды қойып шығамыз. Енді үстіне селедкамызды қоямыз осылай. Қатты жерлерін қызанағымыздың осылай кесіп аламыз. Неке жұмсақ жерін қалдырдық, тураған жоқ. Енді қатты жерлерін естіп, әдемілеп ойып алуға болады. Осылай қойып шығамыз селедканың үстіне. Мынандай каперстерді қолданам, немесе жайтын қолдануға болады. Мен каперсті қолданамын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолданасыздар. Ақ желкенмен әсемдеп шықса болады. Дайындатып, бальзамдық креммен әсемдеп жібереміз осылай. Кремімен үстіне құйып, тамызып шықсаңыздар да болады. Аз ғана тағамның өзінен осындай көп үлкен керемет закуска шығаруға болады.